Құрметті әріптестер, үйден оқыту бойынша, соның ішінде көмекші мектеп бағдарламасы бойынша КТП құруды көрсеткім келіп отыр. Яғни біздің көмекші мектеп бағдарламамыз немесе арнайы оқу бағдарламамыз ол жеңіл ақыл есерде бұзылысы және де орташа ақыл есерде бұзылысы болып бөлінетін. Алдыңғы видеода айтып өткенмін. Жеңіл ақыл есерде бұзылысы бойынша математика, қазақ тілі, оқу тілі дамыту, қол еңбегі, айналадағы әлем деген сияқты пәндер өтеді. Ал енді орташа ақыл ой бойынша сөйлеу және коммуникацияны дамыту, санау, айналадағы әлем, бейнелеу, сәттік практикалық әрекет деген пәндер өтіледі. Ал енді біз бұл бойынша КТП құру үшін бізге ең алдымен оның бағдарламасы қажет. Бағдарламасын көру үшін біз іздеу аймағына спешл ету кезек деп жазамыз. Яғни поискке Google-дың поиск аймағына спешл ету кезек деп жазамыз да. Мысал ретінде көрсетейінші сіздерге мына жерден. Осылай спешл ету керек деп жазып, сайттың ішіне кіреміз. Сайттың ішіне кіргеннен кейін бізде үлгілік оқу бағдарламасы деген тетікті басамыз. Осы жерден 51-ші бұйрықты тауып аламыз. Бұл 51-ші бұйрық бастауыш сыныптар үшін, ал негізгі орта білім бойынша 469-ші бұйрықпен жұмыс жасайды. Осы жерден біз өзімізге қажетті пәнді тауып аламыз. Мысалы, өзімізге қажетті математика пәнін алайын. Осы жерде математика пәнінің бағдарламасын ашып алдым. Оны өзімізге жүктеп сақтап алсақ та болады. Мұны сақтап жабық құжаттың ішіне қосып қою керек. Өйткені егер де ертең сізден тексеру келсе, сіз осы бойынша КТП құрып, осы бойынша білім беріп жатқандығыңызды дәлелдейсіз. Ал енді осының үшін жақсылап оқып таныссаңыздар, бірінші сыныпта нені үйрету керек, екінші сыныпта нені үйрету керек, үшінші сыныпта жалпы барлығы қамтылған. Ал енді мына жерде сағат саны 5 сағат деп көрсетіліп тұр. Бұл негізі осындай көмекші мектептерге арналған, яғни инклюзив сыныптар деп айтамыз ғой, соларға арналған бағдарлама, сағат саны. Енді осыны біз өзіміздің үйден оқытуға негізгі тақырыптарды қамти отырып КТП құрып аламыз. Енді КТП құру үшін біз ең соңғы кестеге барамыз. Міне, өзімізге қажет кестені тауып алдық. Ең соңғы кестеге барамыз. Бірінші сынып. Міне, бізде ортақ тақырып, білесіздер, өзім туралы, менің мектебім, мен және менің отбасым деген 8 бөлімнен тұрады. Сол 8 бөлімді қамти отырып КТП құру керек. Міне, алдын ала осындай кесте дайындап аласыздар. Енді бірінші сынып үшін математика 66 сағат, оларда қыстық ақпан айында бір апта демалыс бар, сондықтан оларға 66 сағат болып жүреді. Негізі басқа сыныптарда 68 сағат. Енді осылай бөлімдерін бәрін түсіріп, осындай кесте құрып аласыз. Ең алдымен ол үшін кітапты, дәптерді жақсылап ашып, тексеріп қарайсыз. Сол жерде тақырыптардың бәрін көріп, неше тақырып алуға болатынын байқап, осындай кесте дайындап аласыз. Енді тақырыпты көру үшін біз қайтадан сайтқа өтеміз. Осы жердегі арнайы білім беруге арналған оқулықтар мен әдістемелік кешендер деген тетікті басып, осы жерден бірінші разделге кіреміз. Өзімізге қажетті пәнді тауып аламыз. Математика, мысалға, айттым сіздерге алдыңғы видеода кітап скачать етілмейді, тек қана оқи аласыздар деп. Осы жерден кітапты қарайсыз, және де осыны бізге тақырыпта керек, сондықтан соңғы бетін ашып аламыз. Осы жерде тақырыптар көрсетіліп тұр. Міне, өзім туралы бойынша менің мектебім туралы, мен және отбасым және достарым деген сияқты бөлімдер бойынша тақырыптар көрсетіліп тұр. Осы тақырыптардың ішінен сіз негізгі тақырыптарды ала отырып КТП құрасыз. Мысалы, заттардың қасиеттері, оны мен жаңа біріншісіне түсіріп қойдым. Екінші тақырып текше. Енді кестеге барасыздар, осы жерге текше деп жазасыз.
текше деп жазасыз да бағдарламаға барып мақсатын қоясыз. Жаңа бағдарламаны көрсеттім сіздерге. Бағдарламаға келіп осы жерден сол текшеге қатысты мақсатты тауып аласыз. Екі салыстырма үлкен кішкентай зат жоқ, бұл емес. Көлем бойынша салыстыру, көлемнің қасиетіне қарай заттарды топқа бөлу дейді. Осы жерден текшеге қатысты жалпы мақсатты қойып аласыз. Қазір мен заттардың ұзындығына қарай салыстырғаннан кейін оларды теңестіру дейді. Ойын тұрмыстық заттық әрекеттердің көлемін есепке алу. Міне осыны алсақ болады. Кейін текшенің қандай заттарға ұқсайтындығы туралы біз сұраймыз ғой. Соны үйретеміз. Осы тақырыпты алсақ болады, осы мақсат алсақ болады. Міне қарасаңыздар, жаңа астында үлкен кіші деп тұр, иә. Міне мына үлкен кіші деген тақырыптың мақсаты мысалы жоғары алдында деген тақырыптар бар. Міне соның мақсаты. Алыс жақын деген бар. Соның мақсаты мынау. Қазір сіздерге дәлелдеп көрсетейін. Сайтқа барамыз. Оқулық. Міне үлкен кіші. Міне жоғары, төмен, үстінде, астында, алыс, жақын, жанында деген тақырыптар тұр. Осы тақырыптарға жаңа мақсаттарды жанына әкеп қоясыздар. Осылай копировать, вставить қыласыз, ал тақырыптарды өзіңіз қолыңызбен теріп жазасыз. Енді бұл жеңіл ақыл зерде бұзылысы бойынша кітап құру, бұл енді аса қатты қиындықты туғызбайды, бірақ уақыт алады. Кітап бар, ең бастысы дәптер бар. Дәптердегі тақырыптарды осы кітаптағы тақырыптармен екеуін бір-бірімен байланыстыра отырып кітап құрасыз. Өйткені сіз көбінесе дәптермен жұмыс жасайтындықтан дәптерді шығарып переплет жасатып қоясыз. Ал енді бізге қажеттісі орташа ақыл зерде бұзылысы бойынша бізде осындай 5 пән бар. Бұл пәндер бойынша ешқандай оқулық дәптер көрсетілмеген. Сіз мына айналадағы әлем, осы мына жеңіл ақыл зерде бұзылысы бар осыған арналған оқулық сәйкес келеді тақырыптар. Демек, сіз осының оқулығын пайдалансаңыз болады. Ал енді сөйлеу және коммуникацияны дамыту бойынша түсіндіретін болсам, сайтқа қайтадан барасыздар. Мына жерде қазақша деген таңдап алдық. Міне ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған үлгілік оқу бағдарламаларының жобалары деген таңдайсыз. Осы жерден өзіңізге қажет, мысалы сөйлеу және коммуникацияны дамыту деп ашып, осы бойынша оқып, танысып, бұны скачать етіп, осы бойынша кітап құрасыз. Ең астыңғы бөлікке түсесіздер. Осы жерден қарайсыз. Енді осы жерде әр аптада нені өту керек, міне көрсетіліп тұр. Осы бойынша мына мақсаттарды алып отырып, өзіңіз кітап құрып аласыз. Айттым, бұл туралы кітапта жоқ, жұмыс дәптері де жоқ, тек бағдарлама. Осы бағдарламаның негізінде тақырыпты да өзіңіз қоясыз. Мысалға, қымызы жазу сабағын түсірген кезде мен сіздерге мақсат бойынша қалай қымыз жазуды көрсетемін, сол жерде тақырып таңдауды көрсететін боламын. Міне осылай өзіңізге қажетті кітапны құрып аласыз. Егер сізге сабақ пайдалы болған болса, астына комментарияға жазып өтіңіз. Астында бізде телеграм канал бар, сол каналға жазылып алыңыз.